Желіде сүйінші ақпарат тарады. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен, назарларыңызда сіз білген және де сіз көткен арна қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін видеоролик астында подписаться және де лайк түймелерін басыңыз. Сіз басқан болсаңыз біз ендеше бастадық. Мүгедектігі бар адамдардың ұйымы корпоративтік табыс салығынан босатылады. Мүмкіндігі бар адамдардың ұйымы корпоративтік табыс салығынан босатылады. Қызметкерлердің басым бөлігі мүгедектігі бар адамдарды құрайтын ұйымдар корпоративтік табыс салығынан бойынша жеңілдіктерге ие болады. Егер мүмкіндігі бар қызметкерлердің саны 10 адамнан асса, ұйымның корпоративтік табыс салығынан төлеуден толық босатылады дейтін мәлімдейді Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістердің департаментінің камералдық бақылау басқармасының камералдық мониторинг бөлімінің басшысы Данияр Талғат өңірлік коммуникациялар қызметінде. Ұйымдағы мүмкіндігі бар адамдардың ұйымы деп тану үшін қажеті шарт: мүгедектігі бар қызметкерлердің орташа жылдық саны жалпы қызметкерлердің санының кемінде 51%-ын құрауы керек. Оларға төленетін еңбек шығыны жалпы еңбек шығынының кеміндегі 51%-ын құрауға тиіс. Табыстың кемінде 90%-ы солардың араласуымен тауар сатып, қызмет сатуды түсуі керек. Сондай-ақ бұл табыс ұйымының өз қызметіне бағытталуы қажет, және де мүмкіндігі бар қызметкерлер басқа осындай типтегі ұйымдарменен бір мезгілде еңбек қатысында болуға тиіс. Мұндай ұйымдарға 2 деңгейлі салық жеңілдігі көзделген. Егер штаттық мүмкіндігі бар қызметкерлердің саны 3-тен 10 адамға дейін болса, есептелген КТС сомасы 50%-ға азайтылады. Ал егер қызметкерлердің саны 10 адамнан аса, КТС толықтай жойылады. Мемлекеттік осылайша мүгедектігі бар адамдар үшін тұрақты жұмыс орындарын құруға жағдай жасап, оларды белсенді түрде жұмысқа тартуға ынталандырылып отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Сау саламатта болыңыз.